жазушылар осы қатты сияқты өмірлерін әрқашанда тәтті болсын, тәтті қуаныштарға толы болсын. Енді қазір топқа бөлмей, тәттіміздің артында сурет бар. Егер де байлардың суреті болса, ескілік көлеңкесі деген топқа бөлінеміз. Егер де қазақтың қызы туралы сурет болатын болса, онда жаңашылдықтың айнасы бұл топқа отырайық. Жайғасайық. Қане бала? Поэмасында тарихи құндылығы 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамының шынайы өмірін көркем түрде дәл көрсетеді. Бұрынғы замандағы салт дәстүрлер мен әйел теңсіздігін қозғап отыр. Жақсы. Қане, қалса тарихи құндылығы айтқандай. Ал сұлулығы мен ақылдылығы өзгелерге өш шашады. Кәне, осы видеоға қарап балалар, біздің есімізге не түсті? Шұға. Өте дұрыс балалар. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаяты балалар. Сіздерге видео сюжетін дайын. Оған дейін сіздерде бағалау парақтары берілген, парақтарыңызда бар. Яғни тапсырма берілген уақытта бағалау оқуды ұмытпаңыз. Кәнекей барлығымыз назар жасаудары. Танып, екеуінде сұстиып тұра қалды. Зайкүлдің иығында шелек, Шұға жанында бос етіп келе жатыр екен. Әбдірахман арбадан қарғып түсіп жүгірді. Алып кетіп бара жатқан сәті суреттелген, жол жөнекей кетіп бара жатқан кезде қазымшылар не істеді? Аттың тізгінін тартып, жол жөнекей Шұға кездесіп қалар ма екен деген сияқты. Осы жердегі бізде Әбдірахманның біз қандай бір образын байқауымызға болады. Яғни ол бара салып Шұғаны бір соңғы рет көріп тұрмын ғой деген сияқты оны бас салып құшақтарға жоқ. Бұл жердегі яғни сырт көздерден ол естеді, өсін тыйды. Басқалар яғни Шұғаны өсек қылмасын, оған да тағы бір ауыр айып болмасын деген сияқты. Яғни бұл жердегі біз Әбдірахманның да бір адамгершілік, бойында бір рухани бір құндылықтарды не істеуімізге болады екен балалар? Байқауымызға болады екен. Бұл жердегі шығармадағы ең бір керемет, бір қызықты және де бір оқырманның тобы аяқтады және жаңашылдық айнасы тобы да аяқталды. Жарайсыңдар. Ал кәне, кім шығады, кім айтады, кім сөйлейді? Кәне, екеуіне берейік, ал кәне сөйлей қойды. Шұғаның белгісі. Идеясы әйел теңсіздігі, ескі қоғамның салт дәстүрі. Жанры хикаят және баяндау. Оқиғаның орны тарғыл өгіз сойған жерде болған оқиға бұл. Кейіпкерлері Шұға, Әбдірахман, Күзипаш, Базарбай, Есімбек, Айнабай, Зайкүл. Оқиғаның басталуы жол бойында екі жолаушының баяндау әңгімесі. Оқиғаның байланысуы Есімбектің қызы Шұғаның суреттелуі. Оқиғаның дамуы Шұға мен Әбдірахманның ғашық болуы. Шиеленісу Күзипаш ғашық болып Әбдірахманға жағылған жала. Шиеленісе түскен оқиға. Жақтау жерге Әбдірахманды Шұғаның әкесі Есімбектің бұйрығымен приставқа алып кетуі. Шешімі Шұғаның өлімі. Әбдірахманға жазған соңғы хаты. Ол шығарма өзіне шығарма айтамыз бола. Тақырыбы қазақ қызының тағдыры. Идеясы әйел теңсіздігі, ескі салт дәстүр, жанры хикая,
повесть оқиға орны Тарғын өзегі. Тарғын өгіз сойған. Өгіз. Өші кетіп. Кейіпкерлері Шұға, Есімбек, Әбдірахман, Айнабай, Өзипа. Оқиғаның басталуы еңбек майлының жолдағы ересек адаммен арасындағы Шұғаның белгісінің хикаясының басталуы. Оқиғаның байланысу Есімбек қыздың Шұғаның суреттелуі. Оқиғаның дамуы үлкен жерінде Әбдірахманның Шұғаға ғашық болуы және хат алмасуы. Хат алмасуы, иә? Шиеленісуі. Махаббат хикаясын басталуы. Шиеленісу Күлспанның ғашық болуы, Әбдірахман жағылған жауап. Жақтау шегер Шұғаның өлімі, Әбдірахманға жазған соңғы хаты шешімі Шұғаның биік шоғының басына үстіне келіп қоштасу. Жақсы. Енді балалар, бұл жерде бізде не жерде екі бөлік болып тұр, иә? Енді балалар, бұл жерде балалар бізде ескіліктің көлеңкесінде дұрыс тапқан, сендерде тек қана соңғысында енді сәл қателестік балалар. Жарайсың, қалғандарының барлығы дұрыс екен. Ал екі балды жүйемен бағалай қойыңдар. Әбдірахманның көргендегі алып қызарылы, көңіл басқа бір өзінде Үмітін үзбеуі. Бұл кім? Зәйкүл дегеніміз? Айнабай қызы. Зәйкүл деген жоқ, Айнабайдың қызы емес. Кімнің жеңгесі? Шұғаның жеңгесі. Шұғаның жанашыры, иә? Сондықтан оны қай тоқа жүктейміз? Жаңашылдық айнасы. Міне екі жастың қосылуына. Кәне, келесі. Кәне, Маржан, оқы ғой. Есімдік шығармадан ескілікті қалып қойған қатал мінезді повесті сыр етті Шұғаның әкесі екі жасқа айырып және жағымсыз кейіпкері. Жағымсыз кейіпкері дейді, яғни бұл Есімбек дегеніміз кімнің әкесі? Шұғаның әкесі екен. Кәне, жаңашылдық айнасы бар, ескіліктің көлеңкесінде жүрген кейіпкермен. Тамаша, өте дұрыс айтасың. Кәне? Кәне, балалар, 4 балдық жүйемен бағалай қоямыз өзімізді. Өте дұрыс, балалар, шығарма идеясы қанша бастады? Шығармадағы Есімбекті қандай адам ретінде сипаттайды? Есімбек бай, қуатты, және бас кейіпкер Шұғаның әкесі болып саналады. Бірақ өте жомарт кісі, иә, балалар? Өте жомарт кісі. Жарайсың отырамын. Мұхаммед келе ғой. Апеке, жауап жазып берсейші. Ешкімде? Деп айтқан кейіпкер? Кім дейді? Кім еді осы жерде? Шұғаға келеді ғой, хат таситын бала. Қойшы бала кім еді? Қойшы бала кім еді? Базар? Базарбай еді, не? Қойшы бала, міне балалар. Ондай кейіпкерлер негізі міндетті түрде келеді, екі жастардың қосылуы үшін қызмет ететін жанашырлар. Кәне, Кәусар келе ғой. Ақсақалдардың, не жұмысы осы кезде осы ақсақалда осылай деп айтты?